Менің қаттамаларым. Осындай қытырлап тұрған қаттама кімге ұнайды? Дауысын қараңдаршы. Баршаларыңызға сәлем. Бүгін сіздермен қаттаманың рецептімен бөліскім келіп тұр. Ол үшін бір жұмыртқамызды саламыз и тұз саламыз. Сосын үстінен 400 мл суымызды құямыз. Енді жақсылап араластырамыз. Бұл рецептке ешқандай дрож, сода қосылмайды. Осы 3 қана құрамымен жасайсыздар. Енді ұнымызды саламыз. Оның нақты мөлшері жоқ. Ұнды керегінше саласыздар. Тым қатты емес, тым жұмсақ емес, орташа қамыр илейміз. Енді електен өткізілген ұнымызды саламыз. Дәл осы рецептпен қатты емес, не жұмсақ емес, қамыр илейміз орташа. Қамырымызды илеп болдық. Бұл бөлме температурасында 10 минутқа тынығып тұру керек. Дайын болған қамырымызды аралап бір қайтарып жібереміз. Жып-жылтыр болып шыға келді. Осыны енді екіге бөлеміз. Дөңгелектейміз. Қамырымызды жаяйық. Қамырдың екі шетін басып тұрып жаямыз. Қамырды жайған кезде сіздерге бір лайфхак. Екі шетін қайырып осылай үлкейтіп алып жайсаңыздар да болады. Әркімге әртүрлі, маған осылай ыңғайлы. Көлемі біраз үлкейгенше осылай жалғастыра береміз. Көлемі кішкене үлкейді. Енді осылай жаямыз. Қамырды мейлінше жұқа етіп жаямыз. Қалың болып қалмау керек, жұқа болу керек.
арасына майды кәдімгі 72-82% сары майларды да жақсаңыздар болады, құр өзін ертіп. Ал егер ондай жоқ болған жағдайда, осындай тоң май бар, құйрық майдың, шым майдың тоң майлар бар ғой, соларға кішкене сұйық май қосып жіберсеңіздер де болады, и сары майды да араластырып жіберсеңіздер болады. Тек тоң майдың өзін жағып жүрмеңіздер, кішкене май қосып жіберу керек, араластырып. Майымызды жағамыз енді. Ораймыз. Кішкене тартып жіберіп, орап шығамыз. Ортасынан кесіп шығамыз. Дәл ортасынан бөлеміз. Қолмен ақ өлшеп саламыз осылай. Айранып бөлеміз. Енді ортасынан тағы бөліп шығамыз. Жаңағы бір үлкен суаладан осылай 4 қаттама шығады. Енді осылайынан орап шығамыз. Келесісінде дәл солай ораймыз. Кішкене өздеріңізге тартып ораңыздар. Оны да дәл солай бөліп шығамыз. Bunu da dәл осылай тартып орап шығамыз. Енді осыны үстінен осылай басып шығамыз. Таза целлофан пакетке саламыз. Сосын бұны 15 минутқа морозильникке тастаймыз. Майы кішкене сіңіп кету керек. Біздің қамырымыз шықты холодильниктен. Енді осыны жаямыз. Көріп тұрғандарыңыздай майы да барлығы сіңген. Қамыр жиырылады, сол үшін көлемін кішкене үлкендеу қылып жая беріңіздер. Барлық қамырды осылай жайып аламыз. Сосын біраз уақыт тұру керек. Кішкене 5-10 минуттай. Ал кейінгі екінші суаланы да дәл осылай жайып, мен морозильникке салып қойдым. Кейін сарынған кезде алып жей береміз. Енді қаттамаларымызды пісіруге кірісеміз. Оттың асты орташа болу керек. И майымызды құямыз примерно 2-3 қасықтай. Майымыз қызыған соң қаттамамызды салып пісіреміз. Майымыз қызыды, енді қаттамамызды салып пісіреміз. Осылай вилканың көмегімен жайлап араластырып тұрамыз.
Katlamamız pişti. Yanında kelesi bekmeye var. Осылай екі бөлім 3-4 минутта пісіріп шығарамыз. Осылай айналдырып отырамыз. Екінші бөлім міне осылай көп пісіп шығады. Қараңыздаршы қандай әдемі болып пісіп шығып жатыр. Кішкене май көшіреміз. Осылай шетінен. Менде ыңғайлы болып пісіп шықты. Тағы аздап май құйып жібереміз. Майын кішкене көп қойыңыздар, егер аз болса, азырақ құйып жібересіздер. Өйткені қатама май да піседі. Біздің қатамамыз дайын. Осыны өшіреміз.